Келіңізге рахмет Талғат ағай. Сәл кешіккенде кептелісте қалып қойшын. Балалар, бүгін бізде лабораториялық жұмыс. Қане, мына тәжірибені кім көрсетіп жібереді? Аслан, келші. Ала ғой. Бұл сутек тотығын катализатор арқылы ыдырату реакциясы. Яғни ағартқыш дезинфекциялаушы затқа калий иодидін катализатор ретінде қосамыз. Сол кезде оттегі бөлініп, көбік көтерілетін болады апай. Өте жақсы. Қауіпсіз, таза, әрі-бәрі есеппен. Жарайсың, Аслан. Отыра ғой орныңа. Рахмет. Аслан, бір минут қола ма? Иә? Қалайсың? Жақсы өзің? Жақсы. Аслан, көмегің керек. Жақсылығымды ұмытпаймын, көмектесші. Иә, айта бер. Бүгін химиядан қалалық олимпиада қайтадан іріктеу болып жатыр. Соған менің орныма қатысып берші. Комиссияда басқа мектептен сені ешкім танымайды дегендей. Міне, бәжік, осымен кіресің. Не үшін? Бүгін мектеп аралық футболдан финалға қатысуым керек. Капитанмын дегенде түсінесің ғой. Көмектесші, 50 мың теңге бер. Жарайды, көмектесейін. Бірақ ақшаң керек емес, сен де көмегің тиіп қалар дегендей. Бұл кез келген көмек бауырым. Рахмет. Қадыров Дастан. Келіңіз, мінекей тапсырма парағыңыз. Отырыңыз, сізге 20 минут беріледі. Гүлнархан, менен осы сұраған документтер. Аслан, сен не істеп жүрсің мұнда? Алло? Алло, келдің бе? Жоқ, Асланның директоры хабарласты, тез келіп кетіңізші деп. Тыныштық па, Асланға бірдеңе болып қалды ма? Жоға, алаңдама, Аслан туралы емес. Оқу ақысы жайында дейді. Ертең барса болмай ма? Білмеймін, қазір келіп кетіңізші деді ғой. Жарайды, мен онда үйге қайта берем. Бүгінге қабылдау жоқ. Жарайды, үйде жолығамыз. Жақсы. Бұл өте ұят жағдай болды. Білім басқармасына шағым түссе, сіздің ұлыңыз ғана емес, менің де жұмыстан кетуім әбден мүмкін еді. Иә, бұл өте ыңғайсыз жағдай болды. Алтынай ханым, сіз басқарып отырған бұл мектепті еліміздегі ең абыройлы, білімі сапалы, санаулы мектептердің бірі деп білем. Мектептің деңгейін түсірмей, оқушыларыңыздың жақсылығын асырып, жамандығын жасырып,
халыққа қызмет жасайтын азаматтарымызды дайындап шығарып отырған сіздің еңбегіңіз екені айдан анық. Сондықтан сіздің даналығыңызды ескеріп, өзіңізден тағы да кешірім сұраймын. Айтпақшы, Алтынай ханым, айтайын деген, бұл мектеп бәрімізге ортақ. Сондықтан осы мектепте қандай да бір іс-шараларға көмек керек болып жатса, бірден хабарласыңыз. Сіздің бір ауыз сөзіңіз. Бақытбек мырза, біз ересек адамдармыз ғой. Жағдайды дұрыс жағынан түсінеміз. Асланның өзіне дейді екен. Кешіріңіздер, екінші қайталанбайды. Досыңа көмектескің келген шығар. Мұныңды дұрыс деп есептеймін. Бірақ бір нәрсе есінде болсын балам. Әр нәрсенің негізіне үңіліп үйрен. Жарай ма? Уақыт өзгереді. Күндердің күнінде өзіңмен өзің қалатын сәттер болуы да мүмкін. Сол кезде өзіңді танымай қалма балам. Жарай ма? Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Жақсы түсіндім. Жұмыстан ба? Иә. Ертең демалыс алам. Екеуміз балыққа барып келейік, иә? Анаң маған ренжулі. Кешке гүлмен келмесем, үйге кіргізбей қоятын шығар. Мам? Не болып қалды? Алло? Алло, естіп тұрсыз ба? Иә, бұл кім екен? Мен орталық ауруханадан хабарласып тұрмын. Бақытбек Сәрсенұлы, сізге кім болады? Әкем? Не болып қалды? Әкеңіз жол апатынан қаза тапты. Қайғыңызға ортақпыз.
Сәуле ханым, қайғыра көңіл айтам әрине. Мен сізді түсініп тұрмын. Бірақ сіз де бізді түсініңіз. Қолымда тұрса солай істеп берер едім. Енді қанша дегенмен бірінші сыныптан бері осы мектепте оқып жүрген бала ғой. Олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алып дегендей. Ақшасын ешқашан кешіктірген емес біз осы уақытқа дейін. Бәрін түсініп тұрмын, Сәуле ханым. Бірақ учредительдер бар, мектептің өзінің заңы бар, шығындары бар. Сол себепті өкінішке қарай мұндай жеңілдіктер қарастырылмаған. Ренжімеңіз. Қаласаңыз, Асланға жақсылап мінездеме жазып берейін. Қолымнан келетін сол ғана. Жарайды, түсіндім. Ақшасын реттегесін осы мектепке қайтып келсек бола ма? Себебі осы мектепте оқыған әкесі қатты қалап еді. Мен үшін аманат болып тұр. Әрине келе аласыз, уайымдамаңыз. Сізге су құйып берейін бе? Жоқ, рахмет. Сау болыңыз, кешіріңіз. Сау болыңыз, Сәуле ханым. Баламның үлгерімі жақсы. Химиядан олимпиада жүлдегері. Жарайды. Ертеңнен бастап келе берсін балаңыз. Жарайды, рахмет сізге. Алло, сәлеметсіз бе? Хабарландыру бойынша ғой. Физиотерапевт керек деген екенсіздер? Жарайды. Орын босап жатса хабар беріңіздер, өтініш. Я осы номерде. Балам, ештеңе ұмытқан жоқсың ба? Бәрін алдым. Керек емес, мам. Керек болады ал. Балалармен танысасың. Бір жерге барып тамақ ішеміз десе ақшам жоқ деп қарап тұрмайсың ғой. Осыны бір аптаға жеткіз жарай ма? Рахмет. Жолыңнан кешікпей бара ғой. Кешкенде тамақ істеп қойын. Өзіңіз біліңіз. Жолың болсын, жан. Анау кім? Менің сияқты. Мынауың сұмдық гламурный ғой. Не қарайсың? Кір. Қалайсыңдар, жеги. Сауарқылырым. Әкеш бер. Что там, алып келді ма? Нені?
Блядь, тупить етпеші. 9-а 10 теңге берген. Енді Б мен В 5-ші сабақтан соң береміз деп жатыр. Қалай 5-ші сабақтан кейін? Мен оларға 1-ші сабақтан кейін дайындаңдар дедім емес па? Бля, біз что-то 9-дар упор көрмейтін болған ау дейме? Бөшке, бар да, Б мен В-ның балаларын 2-ші сабақтан туалетке жинаш. Бар кет. Кете. Бол! Ой, Маха. Өзінше болмаш. Мына шегірткеден несінің қорқасыңдар? Жалғыз жүрсе қолынан боқта келмейді. Айко, сен бич, көтің қысшы. Аузына ие болып сөйле. Қыссан қыс не? Сәлеметсіздер балалар. Отырыңдар. Бұл жаңадан келген оқушы Аслан, танысып қойындар. Бізге мұрагер мектебінен ауысып келді. Чо там батяң ақшасы бітіп қалды ма не? Муха! Біреудің ақшасын санағанша жетін таблицасын жаттап алшы. Айгерім, болдық қой. Ана Біржан деген баланың қасына барып отыр. Келесі сабақ осында болады, ешкім ешқайда кетпейді, ұқтыңдар ма? Сосын Мадина, 3-ші сабақтан кейін жиналыс болады, бәрі түгелдей келсін. Список бойынша тексерем. Что там айттың ба? Айттым. Қатты айттым. Аларын көтер, бір ете алды. Енді ақшаны жинап беретін шығар. Қалай шығар? Мен жина деген жоқпын ба? Не қарайсың? Маха, қойсайш болды. Маха, қолын жина. Сен араласпа. Аралассам не істейсің? Жынға тимеші, саят. Тұр, кайс етпе. Тұр деймін саған. Брадан, тем алмай қалдым. Тем алмай қалдым. Қой дедім емес саған болды. Не болды? Жігіттер, қойыңдар, керек емес. Инвалид, отыршы еді. Маха, қазіран қолындағы бәкін көтіне тығам. Қош, мә, делайын. Көтің шыдай ма? Система демейсің бе, араласпа. Көшсін. Жынды мен жынды оқып қайтем. Жүріңдер туалетке. Шиголдармен сөйлесіп қайтайық. Томпи, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Көрдің ба, қалай ойнаттың? Көш, кәдімгіден құлдақ қалдың ғой. Аслан. Таңат. Бәрі Томпи дейді. Не үшін ұрды? Бірдеңе білдіріп бедің? Жоқ, просто сыныптың смотрящийға. Смотрящий болса ұра беруге бола ма не? Саған туалетте амандаспау кереккен үйретпеді ма не? Диас, бергіш. Сен не мыналарға үйретпегенсің бе? Или сөзің өтпей ма? Атаң басына сен смотрящий қылып сайладық. Ақша қайда? Ақша қайда? Тауып қойсын деп айтты ма? Жағыңды ашып сөйлеші. Айтылды ма? Братан. Нахуй таппайсың. Арттарыңнан жүру керек па бәрің? Жоқ, братан. Тұр, сука, ренген. Тұр. Сушняк. Боссыңдар. 1 сағат уақыт берем. Осыдан ақша қолымда тұрмасын. Көресің. Кет. Кет.
Таныш. Неге шулай бересіңдер осы сендер? Сендерді мектебіміздің жаңа инспекторымен таныстырайын. Сөз сізде. Сәлеметсіңдер ме? Менің аты жөнім Аманбаев Нұрбол, танысқаныма қуаныштымын. Енді мектеп болған соң неше түрлі жағдайлар орын алып тұрады. Қазіргі таңда өкінішке қарай мектепте буллинг мәселесі белең орын алып тұр. Егер де сіздердің достарыңыз, сыныптастарыңыз, я болмаса кішілер мен үлкендердің арасындағы әлем жеттікті байқаған болсаңыздар, бейжай қалдырмаңыздар. Олай істеуге болмайды. Тікелей маған келіп хабарласыңыздар. Маған айтыңыздар. Болмаса мектептің президенті Азамат пен оның орынбасарлары Серік пен Мансұрға келіп айтыңдар. Азамат, өзің бір-екі ауыз сөз айт. Бәріне сәлем, мені бәрің танисыңдар. Мектептің тәртібіне мен де жауап беремін. Мен осы мектепте президент болып тұрғанда ешқандай зорлық-зомбылыққа жол жоқ. Әр оқушы бір-біріне бауыр және дос. Мектеп біздің ортақ үйіміз. Ал бала мектепке қорлық көруге емес, білім алуға келеді. Сондықтан ең бастысы бір-біріңізді сыйлаңыздар. Ағам өте жатқан сөзінде бір шындық жоқ қой. Рахмет. Қысқасы, айтуды ұмытып кетіппін. Менің есігім сендерге әрдайым ашық. Егер кіруге ұялатын болсаңдар, бірінші этажда менің почтамның адресі жазылған, сол жерге жазыңыздар. Болмаса, Азаматқа келіп айтыңдар. Азамат бүгіннен бастап менің көмекшім. Короче, қаздар. Ана акті залда айтылған әңгімең бар, фигня. Ана новый инспекторға біреуің бар тоқылдасаңдар, асылып қаңдар одан да. Түсінікті ма? Түсінікті ма деймін? Сосын, Маха, ақша қайда? Шықш бер. Братан, ақша болғанда. Не ақша болғанда? Алып келдім. Берсе онда. Бергенде 5000 теңге жетпей тұр. Кешірек қойып тастайым. Мына тоғыздар кешіктіріп жатыр. Қалай жетпей тұрмын? Балаларымнан ақша жиналмайтын чортсың ба не? Или сөзің өтпей ма? Ален таппашты. Тройка істетпей. Тұры! Братан, не сендерді осылай ұру керек па не обязательно? Ұрғанды ғана сыйлайсыңдар ма? Тұр Маха! Братан, қоя саш. Кімсің сен? Атым Аслан. Жаңадан келдім. Бір сәтте бәрі өзгерді. Әкемнен айырылдым. Жаңа өмір, жаңа мектеп. Әрі қарай мені не күтіп тұр екен? Жаңа мектебімде не болғанын білгіңіз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп, келесі серияларды қараңыздар. Тұрма! Братан, қоясаш? 3-ші сабақтан 5000 емес, 10.000 қол әкеліп тастайсың. Системадасың ба, болды күнесің. Басқа мол жоқ. Мектептің абыройы үшін ұсақ-түйек мәселелерге көз жұма қараған дұрыс сияқты. Қайдан келдің? Мұрагерден. Кім ұрды айт? Ешкім ұрған жоқ деймін, мам. Қалай ешкім ұрған жоқ, бетіңнің сау жері жоқ. Біреумен төбелестің бәлде? Иә, төбелестім. Болды ма? Бетіңдегі ісігің кеткенше мектепке келмесін деді. Или че Асланның сөзін қыстырмайсың? Бұл кісі Асланның мамасы. Кеше Асланды мектепте бір ұрып кетті дейді. Әкем болғанда осындай болмас еді. Онда мен саған уақыт беремін. Кіммен төбелескеніңді, қалай болғанын барлығын арызға жазып алып келесің.